Сәлеметсіңдер ме, балалар? Алматы облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қаласы. Мұхамедбай Мыңбайұлы атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жүнісбек Ақбота Мақсатқызы. Қазақ тілі 4-ші сынып. 115-ші сабақ. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сан есімдер. Сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, мәтін мазмұнын айтамыз. Дара және күрделі сан есімдерді ажыратамыз. Өткен тақырыпты еске түсірейік. Сан есім дегеніміз не? Дұрыс айтасың. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін сөз табы. Сан есімнің сұрақтары қандай? Жарайсың. Сан есімнің сұрақтары қандай? Қай? Ендеше жаңа сабақ бойынша бейне жазбаға назар аударайық. Міне қызық. Қандай қызық? Аланаға, маған да оқып беріңізші. Әлемдегі ең ұзын өзен Мысырдағы Ніл өзенінің ұзындығы 6675 шақырым екен. Қызық екен. Қандай ұзын өзен, қандай ұзақ сөз. Ал жер бетіндегі ең биік тау тізбегі Гималайдың орташа биіктігі 7620 метр болады екен. Иә, биік тау екен. 7620 деген сөз де ұзын екен. Дана, таудың биік екендігі дұрыс. Ал 7620 деген сөздің ұзын екендігі қате. Неге? Қазір түсіндірем. 7620 деген сөзге сұрақ қойшы. Қанша? Неше? Дұрыс. Қанша? Неше сұрақтарына жауап беріп, заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Заттың санын білдірсе, сан есім ғой. Дұрыс. Сан есім сөздер екі түрлі болады. Дара деген жалғыз ғой. Иә, дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны 10 және бір сөздерінен құралған, яғни екі сөзден құралған. 12 саны 10 және 2 сөздерінен құралған ғой. Дұрыс. 111 саны 100, содан кейін 10 және бір сөздерінен құралған. Яғни, бұл күрделі сан есім 3 сөзден құралған. 555 саны 5, 100, 50 және 5 сөздерінен құралған. Яғни бұл күрделі сан есім 4 сөзден құралған. Дұрыс. Яғни, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп саннан құралады. Ал күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Түсіндім. Бейне жазба түсінікті болса, тапсырма орындайық. Мәтінді тыңда. Дескриптор. Мәтінді түсініп тыңда. Мәтіннің негізгі түсін белгіле. Мәтін мазмұнын айт. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп айтады. Көктемгі теңесу 22 наурызға ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 23 қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді.
Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғатта, жер анада, жан жануарларда түлейді, жаңғырады. Келесі тапсырма. Мәтіннен сан есімі бар сөйлемдерді теріп жаз. Сан есімдердің дара немесе күрделі екенін ажырат. Дескриптор. Мәтінді оқы. Сан есімі бар сөйлемдерді теріп жаз. Дара немесе күрделі екенін ажырат. Тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Сабағымызды бекітейік. Дұрыс, дұрыс емес ойыны. Сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Дұрыс. Дара сан есімдер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Дұрыс емес, жарайсың. Күрделі сан есімдер бір сөзден құралады. Дұрыс емес, өте керемет. 100 күрделі сан. Дұрыс, тамаша. Қанша, неше деген сұрақтар заттың санын білдіретін сөздерге қойылады. Дұрыс, жарайсың. Барлық сыннан сүрінбей өтті деген ойдамын. Үйге тапсырма. 100-ші бет, 56-шы жаттығу. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. Олардың дара немесе күрделі екенін дәлелде. Дескриптор. Сан есімдерді сөзбен жаз. Дара немесе күрделі екенін дәлелде. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.